Бір әйел өз-өзіне қол жұмсамақшы болғанда оны баласы ұстап алады. Анасы оған үйді біреу алып қояды, мені өлтіргілері келіп жүр деп айтыпты. Сол жағдайдан кейін ол қазір нағашы атасының үйінде тұрып жатыр екен. Баланың сабақта үлгерімі нашарлап, мінезі өзгеріп кетіп, солай олар оны анасынан бөлектетпекші болады. Яғни оның анасымен қалуына әкесі қарсы екен. Олар анасының ойынға құмарлығын айтып, балаға дұрыс көңіл бөлмегенін айтады. Бірақ Жұлдыз оны мойнына алғысы келмейді. Оның тіпті адвокатқа төлейтін де ақшасы жоқ екен. Бір туысқан ағасына келіп ақша сұрап алады. Бірақ ол ақшаны алып казиноға келеді. Ақшаны 2 есе қылып ұтса да ойынның қызығына кіріп кетіп ойнауын жалғастыра береді. Ойынға тіпті өзінің бриллиант алқасына дейін тігеді. Бірақ барлық ақшаны басқа адам ұтып алады. Содан ол үйіне де кіре алмай, көңіл күйі түсіп, ішімдік ішіп, сотқа да кешігіп қалады. Сот аяқталып, ұлын әкесі әкетіп бара жатқанда екеуіне қоштасуға да мүмкіндік болмайды. Адвокат оған ұлын қайтарудың жалғыз жолы ішімдікке тәуелділіктен емделу ғана дейді. Солай Жұлдыз емделуге шешім қабылдап бір орталыққа келеді. Онда басқа да ішімдікке, есірткіге тәуелді адамдар болады. Психолог тәлімгер Мақсат деген адам Жұлдызды олармен таныстырып барлығын көрсетіп жүреді. Түнде ол ұйықтап жатқанда қасындағы әйел суреттерін таба алмай, Жұлдыздан көріп оған баса шабады. Содан ол шошып терезеде ұйықтап жүреді. Жұлдызға бұл жер әрине оңай қоймайды. Тамақтары да, адамдары да оған жақпай, түнде ол қашпақшы болады. Бірақ тәлімгер Мақсат оны байқап қалып қайтадан ішке алып келеді. Ол оның ойынға құмарлығын біліп қалып, егер карта ойнаудан мені жеңсең, мен саған ішімдікке тәуелді емес деген сертификатты алып беремін дейді. Алайда Жұлдыз жеңіліп қалып, енді ол 6 айдан кейін бірақ қана сертификатты ала алады. Жұлдыз оны естіп ашуланып кетеді. Таңертең оған опека органынан адамдар келеді. Сөйлесіп тұрып, олар оның ашуланып, қабырғаны соққаннан жараланған қолын көріп, барлығы түсінікті деп кетіп қалады. Кейін Мақсат оған телефон арқылы карта ойнап, 15 жасында өзінің алғашқы көлігін алғанын, содан бастап оның да ойынға құмарлығы болғанын айтады. Жұлдыз да оған өзінің ойын құмарлығының неден басталғанын айтады. Күйеуі оны бір бизнесті кешке апарыпты. Сол күні ол казино ойнауға қалып біраз ақша ұтып алған екен. Содан кейін ойынның қызығына кіріп кетіпті. Сол казино үшін ол тіпті күйеуінің көзіне шөп салып, солай екеуі ажырасып тыныпты. Орталықта ол басқалардан бөлектеніп жүруге тырысқанымен, бірте-бірте оларға басқаша көзқараспен қарап, оларға деген ойы жақсы жаққа өзгере бастайды. Бір күні ол теледидардан әкесінің сұхбат беріп жатқанын көріп қалады. Әкесі мәжіліс депутаты екен. Одан қызы туралы сұрағанда ол, бұл менің үлкен жарам, біреуге бала берсе, біреуге сынақ береді екен дейді. Соны естіп Жұлдыз ашуланып, әкесінің заңсыз әрекеттерін айтып, видео үндеу жасайды. Әкесі оны бала кезінде қатты ұстап, пианино ойнауға да тыйым салған екен. Кейін шаштараз болғысы келіп, оған да әкесі қарсы болыпты. Оны естіп Мақсат оған шашын алғызып, оның арманын сәл де болса орындағысы келеді. Бір күні Жұлдызға сол жерге әкесі келеді. Ол оған видео үшін наразылығын білдіреді. Сосын оған, мен саған ақша берейін, не істесең де өзің білесің, тек осы елден кетіп көзіңді құртсан болды дейді. Солай екеуі сөзге келіп қалып, әкесі оған, сен мені де, о дүниедегі ананды да жерге қараттың. Анан сені көріп ар жақта жылап
жоқтыр деп оның көңіл күйін түсіріп тастайды. Жұлдыз мұңайып отырғанда Мақсат келіп оны әңгімеге тартады. Ол 10 жасында отбасымен жол апатына түсіп, сол кезде анасы қайтыс болған екен. Содан кейін әкесі жұмысқа беріліп, Жұлдызға мүлдем көңіл бөлмей қойыпты. Мақсат болса, әкен бәрібір сенің жанында ғой деп оны жұбатады. Жұлдыздың бұл жерде жүргеніне 40 күн болыпты. Традиция бойынша оған жаңа өмірдің бастамасы ретінде гүл егіп, соны кеткенше күтіп, қамқор болуы керек екен, немесе өз еркімен кете беруіне де болады екен. Сөйтіп бұл гүл егуді таңдайды. Солай гүлі өсіп, қыста басталады. Орталықтағы барлық адамдар болып, олар серуенге аттанады. Жақсы көңіл күй көтеріп жүргенде бір уақытта Жұлдыз орталықтағы бір адамның жардан құлағысы келіп тұрғанын байқайды. Ол адам есірткі үшін өзінің ағасын өлтіріпті. Содан ол өзін іштей жеп, тыныш өмір сүре алмай жүр екен. Ол адам ойынан қайтып, кешке барлығынан кешірім сұрап, заң алдында жауап бергісі келетінін айтып, солай орталықтан кетеді. Бір күні орталықтағы адамдардың барлығына жақындары келіп, кездесу болып жатады. Жұлдыз өзіне ешкім келмегесін бір түрлі болып қалады. Сол кезде Мақсат та сыртқа көңілсіз болып шығады. Кешке Жұлдыз одан не болғанын сұрағанда, ол осында емделген бір пациенттің тағы да ішімдікке салынып, жол апатына түскенін, қазір өлім қалында жатқанын айтады. Сол кезде Жұлдыз оны жұбатып, оған жақындағысы келіп еді. Мақсат одан бас тартып, сенің басты мақсатың қазір жазылып, баланды өзіне қайтару, басқа сезімдерге ерік бермеуің керек дейді. Жұлдыз болса оған, саған да бұл жерден кетіп, өміріңді өзгерту керек. Не ақша жоқ, не қызың жоқ, бір жерде қорқақтар секілді тығылып отырсын деп кетіп қалады. Келесі күні орталықтан тағы бір адам жазылып шығады. Бірақ Мақсат онымен қоштасуға шықпай, Жұлдыз оны тексеруге келеді. Онда Мақсаттың орнында басқа әйел отырады. Ол өзінің жаңа тәлімгер екенін айтып, Жұлдызға бүгін сыртқа шығуға рұқсат екенін, оларға жаңа блендер әкеліп беруін тапсырады. Солай олар Жұлдызды тексермекші болады. Ол қалаға келіп, бірінші кезекте ұлын көруге барады. Бірақ ұлы оны көріп қуанышты бола қоймайды. Тіпті оның қасына да барғысы келмейді. Содан кейін Жұлдыз өзін жаман сезініп, тағы да казиноға келеді. Орталықтан алған ақшасын сонда салып, ол көбейген сайында тоқтамай ойнай береді. Бірде артына бұрылып қарағанда, ол жерде Мақсат та отырады. Одан кейін Жұлдыз ойынды ары қарай жалғастырмай шығып кетеді. Сосын әкесінің туған күні болып жатқан жерге келеді. Бишілер оны ортаға билеуге алып шығып, барлығы оны көріп антан болып өсектей бастайды. Ол болса ешкімге мән бермей өзімен өзі билей береді. Солай би жарыстан жеңіп оған сөз бергенде, ол барлығынан кешірім сұрап, әкесін туған күнімен құттықтап, жақсы көретінін, ұлына толықтай жазылып қайтып келетінін айтып кетіп қалады. Қызық болғанда оның ұтып алған сыйлығы блендер екен. Сөйтіп ол орталыққа қайтып оралады. Мақсат та олардың қатарына келіп емделуге қосылады. Демек ол толықтай емделмеген болып тұр ғой. Кейін тағы да біреу сол жерден жазылып шығады. Қалғандары жаңа жылды тойлап жатады. Сол кезде Жұлдыз пианинода ойнап анасын есіне алады. Барлығы оған қол шапалақтап, сыртқа салют көруге шығып, бір отбасыдай мәз мейрам болады. Солай Жұлдыздың да сертификат алып, орталықтан кететін уақыты келеді. Ол барлығымен қимай қоштасып, орталықтан шығып бара жатқанда оны алып кетуге ұлы мен әкесі келген екен. Бірақ ұлы әлі де атасымен тұрғысы келетінін айтады. Жұлдыз да оған көніп аяғына тік тұрып алуын ойлайды. Солай кино аяқталады. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер.